Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі тақырыбымыз қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі деп аталынады. Тақырыбы қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі. Дәрісімізде қарастырылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ: қылмыстық құқықтағы қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің ұғымы және белгілері. Екінші сұрақ: есі дұрыстық қылмыстық жауаптылықтың міндетті шарты ретінде. Шектеулі есі дұрыстық: мас күйінде қылмыс жасаған адамның қылмыстық жауаптылығы. Үшінші сұрақ: жас қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісінің белгісі ретінде. Кәмелетке толмағандардың жауаптылығы. Қылмыстық құқық бұзушылықтың арнайы субъектісі. Жалпы субъект дегеніміз бұл қылмыс жасаған кезде есі дұрыс бұл тұлға. Сонымен байланысты бұның мысалы үшін субъект болып табылады физикалық тұлға, яғни адам болу керек, оның шарттары есі дұрыс болу керек, белгілі бір жасқа толған болу керек. Яғни көбінше осы қылмыс 16 жастан асқан есі дұрыс адамдар болып танылады. Ал Қазақстан Республикасының қылмыс кодексі 2014 3-ші шілдеде қабылданған кодекстің негізінде 14 жастан басталған екінші бөлігінде 14 жастан басталған қылмыстар тіркелген, онда есі дұрыс болу керек, және де есімізде сақтау керек. Мысалы үшін қылмыстық кодексте 467 бап болатын болса, соның 31 ғана бабы, алдын 30 едік, осы жақында 31 бап болды. 14 жастан басталған аса қауіпті қылмыстарда 14 жастан есі дұрыс адам болу керек. Енді осы мәселеде біз тоқтала кететін жайт бар. Ол қандай жағдайда, мысалы үшін дене бітімі әлсіз ба, үлкен ба, кіші ма, заңда 14-тен асқан болса болды. Яғни 31 бап бар, осыны жаттап алуымыз керек. Мысалы үшін 99-шы бап, ауыр дене жарақаты 106-шы бап бар. 107-нің екінші бөлігі ауырлататын мән-жайға жатады. Оның екінші бөлігімен тіркелген болса, 14 жас болып есептеледі, ал бірінші бөлігі болса 16 жас болып танылады. Сонымен бірге 120-шы бап бар, зорлау, 121, сол сияқты 125, мысалы қызды алып қашу, адамды алып қашу деген, 173, 174 деген сияқты, мысалы ұлттардың арасындағы сондай қоздыру, диверсия жағдайында, ұрлықтың өзі 2, 3, 4-ші бөліктері, мысалы үшін 14 жастан басталады. 188 бұл 2019-27 шілдеде мал ұрлау деген бап қосылған жаңадан, 188-де 1-1 деген бап. Яғни бұл жерде де 2, 3-ші бөліктер болатын болса 14 жас болып есептелінеді. Бірінші бөлігі деп мысалы үшін тіркелген болса, ол кезде 16 жас болып есептелінеді. Осы жердегі жас мөлшеріне де байқау керек. Мысалы үшін осы мәселеде роудыларда арызданған кезінде мүмкіндігінше бірінші жасқа, бірінші бөлікке түсіруге тырысады. Егер жасы субъект жағынан қылмыс жасаған адам 14 немесе 15 жас болатын болса, яғни қылмыстың құрамы жоқ болып, оны қысқартуға әрекет жасайды. Яғни 191-ші бапта тонауда да сондай, екінші, үшінші бөліктері. 192-де қарақшылықта ол жерде жоқ, бірінші бөлік, екінші. 192-мен тіркелімі болды, 14 жас болып есептелінеді. 194-те де қорқытып алушылықта да солай, 200-ші бапта, 202-ші бапта угон, яғни машина ұрлау мақсатынсыз айдап кететін болса, екінші, үшінші бөліктер болса, 14 жастан асқан болса, бұл жерде уже қылмыстың құрамы бар деп есептелінеді. 203, 255 терроризм жағдайда, осындай аса қауіпті қылмыстарда 293 баптар, мысалы үшін хулиганство, бұзақылықта осының 2-3 бөліктер болса, қылмыс міндетті түрде тіркеледі. 350, 314 баптар, 298, 314 екінші бөліктер болса, қылмыстың құрамы бар деп есептелінеді. Енді міндетті түрде субъект ол екіге бөлінеді, жалпы және арнайы. Мен қазір сіздерге арнайы субъекті түсіндіретін болсам, автомат түрде сіздерге жалпы субъект түсінікті болады. Арнайы субъект дегеніміз не? Лауазымды мемлекеттік қызметшілерді міндетті түрде бұл арнайы субъект болады. Мысалы, әскери қылмыстар, дәрігерлер, сол сияқты, мысалы, акимат, сол сияқты гражданский қарапайым киімге қарағанда өзінің арнайы формасы бар жұмыстағылар.
иә, мысалы үшін қазіргі кейбір ғалымдар айтады, арнайы субъектте мысалы үшін жүргізуші шоферларды да мысалы үшін көлік құралын басқару кезінде мас күйінде болатын болса, бұл да арнайыға жатқызады деп айтады. Енді әртүрлі бұл субъект мәселесінде ғалымдардың көптеген көзқарас тартыстары бар. иә, мысалы баланы қараусыз қалдыру мәселесінде де ата анасында да бұл арнайы субъект деп айтады. Енді бұл мәселеде таласу екіталай. Бізде көбінше оқыған кітаптарымыз Ағыбаев, Қайыржановтың еңбектерінде, мысалы үшін ұстаздарымыз Бижан Нұрлан, Рапханұлы деген ғалымдардың кітаптарын оқу барысында көбінше арнайы субъектте міндетті түрде бір тұлға немесе мемлекеттік қызметші, қызмет бабын асыра пайдалану, осындай баптарды айтады екен. Ал қалған 14 жас, мысалы 16 жас кездерінде ол жерде міндетті түрде жалпы субъект болып есептелінеді. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі иесі дұрыс Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексте белгіленген жасқа толған жеке тұлға болып табылады. Қылмыстың субъектісі болып қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған және заңға сәйкес сол үшін қылмыстық жауаптылықты көтеруге қабілетті адам танылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 16 бабында көзделген есі дұрыс еместік. Есі дұрыс еместікті біз екі түрге бөліп қарастырамыз: заңдылық және медициналық. Заңдылықты екі түрге бөліп қарастырамыз: интеллектуалдық және еріктілік. Интеллектуалдық, яғни адамның өзінің іс-әрекетінің шын мәніндегі сипаты мен қоғамға қауіптілігін ұғына алмауы. Еріктілік, яғни адамның өзінің іс-әрекетіне ие бола алмауы. Жалпы айтқанда, заңдылық белгі орын алуы үшін осы екі белгінің біреуінің болуы жеткілікті. Екінші түрі медициналық түрінің белгілері: созылмалы психикалық ауруы, психикасының уақытша бұзылуы, кем ақылдылығы, психикалық өзге де текке ұшырауы. Есі дұрыс емес деп тану үшін заңдылық және медициналық белгілердің бірге болуы шарт. Қылмыстың субъектісінің белгілері жайлы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 14 бабының 1 бөлігінде былай делінген: есі дұрыс осы кодексте белгіленген жасқа толған жеке адам ғана қылмыстық жауапқа тартылуы тиіс. Қылмыс субъектісі ол қылмыс жасаған есі дұрыс және 16 жасқа толған адам. Кейбір ауыр қылмыстар үшін қылмыстық жауапқа адам 14 жастан тартылады. Қылмыстық жауапкершілікке тарту көзделген қауіпті әрекет жасаған кезде есі дұрыс емес күйде болған, яғни созылмалы психикалық ауру, психикасының уақытша бұзылуы, кем ақылдылығы салдарынан өзінің іс-әрекетінің іс жүзіндегі сипаты мен қоғамдық қауіптілігін ұғына алмаған немесе оған ие бола алмаған адам қылмыстық жауапқа тартылмайды. Бұларға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкін. Алкогольді ішімдікті, есірткі заттарды немесе басқа да есеңгірететін заттарды пайдалану салдарынан мас күйінде жасаған қылмыс үшін адам қылмыстық жауаптылықтан босатылмайды. Қылмыс жасаған кезде 16 жасқа толған адам, яғни қылмыстық кодекстің 15 бабының 1 бөлігінде көрсетілгендей қылмыстық жауапқа тартылады. Және де 15 баптың 2 бөлігінде көзделгендей қылмыс жасаған кезде 14 жасқа толған адамдар кейбір қылмыстар үшін қылмыстық жауапқа тартылады. Кәмелетке толмаған адамдардың қылмыстық құқық бұзушылықтары және оларды қоғамға қарсы іс-әрекеттер жасауға тарту жөніндегі істер бойынша сот практикасы туралы Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының нормативтік қаулысы 2002 жылы 11 сәуірде қабылданған. Қылмыстық құқық бұзушылықтың арнайы субъектісі дегеніміз субъектінің жалпы белгімен есі дұрыстық белгілі бір жасқа толумен бірге Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің ерекше бөлімдегі тиісті нормаларда көрсетілген қосымша арнаулы белгілері бар адамдарды айтамыз. Қылмыстың арнаулы субъектісі ұғымының заңға енгізілуі қылмыстық кодекстің ерекше бөлімдегі кейбір қылмыс түрлерінің ерекшелігімен, яғни оларды жасау адамдардың белгілі бір қызметпен айналысу немесе оларға заңмен жүктелген міндеттерді орындаумен байланысты ғана мүмкін болатындығымен түсіндіріледі. Арнаулы субъектілер қылмыстың тек орындаушылары ғана бола алады. Арнаулы субъектінің белгілері жоқ басқа адамдар қылмысқа қатысушылар ретінде қарастырылады.
арнаулы субъектінің белгілері кейбір реттерде жасалған қылмыстың қоғамға қауіптілік дәрежесін жоғарылататындықтан негізгі құрамды жауаптылықты ауырлататын құрамға айналдырады.